Ас содасының пайдасы қандай? Күнделікті өмірде қолданып жүрген оның адам ағзасына тигізер әсері не? Ас содасын арықтауға қалай пайдаланамыз? Бәріңізге ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Арнаға жазылып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Қарапайым, күнде көріп жүрген соданың ғылыми атауы натрий монокарбонаты. Оны ерте кезден бастап мысырлықтар пайдаланған. Олар соданы тазалық пен пәктіктің символы деп білген. Соданы натран деп атаған екен. Мысырлық абыздар оны дертке төтеп беретін дәрі ретінде қолданды. Мысалы, бала көтере алмай жүрген әйелге сода қосылған ваннада жатуға кеңес берген. Қазіргі кезде халық емінде осы әдісті қолданып келеді. Таңғаларлық жағдай, бірақ бұл әдіс шынымен нәресте сыйлауға көмек береді екен. Анығын Алла біледі. Оған қоса, егер жүктілік осы әдіс арқылы пайда болатын болса, ер бала дүниеге келеді деген тұжырымдар жасаған. Ұнтақтың түрлі ауруларға шипа екенін ортағасырлық дәрігер Ибн Сина да жазған. Өзінің ғылыми деректер жинағында жәндіктер шаққан немесе жануарлар тістеген жерге соданы дымқылдап жағу керектігін айтқан. Сонымен қатар күйген жерге соданы жақса беті қотырланып шарам қалмайды екен. Қазіргі заманда натрий монокарбонат жөтелді кетіруге, қақырық түсіруге өзінің әжептәуір көмегін береді. Тамақ ауырғанда бір шай қасық соданы бір стакан суға араластырып ауыз қуысын шайсаңыз бактерияларды өлтіріп суық тию қаупін азайтады. Жүрегіңіз қатты соғып мазалағанда кішкене сода араластырылған сұйық ерітінді жүрек соғуын басады. Гипертония кезінде ағзадан суды шығарып қан қысымын төмендетеді. Тамақтан уланып, іш өтіп құсқан кезде ағзада жоғалтқан суды қалпына келтіру үшін сода мен тұз көмектеседі. Жарты шай қасық ас содасын және бір шай қасық тұзды 1 литр қайнаған жылы суға араластырып, науқасқа 5 минут сайын бір ас қасықтан ішкізіп тұру керек. Жәндіктер шаққан кезде шаққан жерді бөртпе мен қышуды басу үшін сода ерітіндісімен сүртуге болады. Ішектерді тазалау мақсатында клизмада жасалады. Суықтағанда 1 литр қайнаған суға 1 қасық соданы салып ингаляция жасайды. Аяқтың қышыма қотыр ауруы кезінде 1 ас қасық соданы сумен араластырып бәшбай арасын сүртіп, артынша таза сумен шайған өте пайдалы. Қызыл иек қабынғанда және тісті ағартып тазалауда қолданып көріңіз. Өкше терілерінің қабыршақтануын жібіту үшін кешке ұйқыға жатар алдында 30 минут бұрын 2 литр суға 1 шай қасық сода мен кір сабынды үккіштен өткізіп 1 қасығын қосыңыз. Аяқты салып 5 минуттай булау керек. Содан соң аяққа майлы крем жағыңыз. Диетологтар содамен арықтаудың ең керемет тәсілін ойлап тапты. Күніне 1 стакан жылы суға жарты шай қасық сода қосып ішу. Бірақ бұл тәсіл кез келген адамға жақпауы мүмкін. Ішкеннен соң мазасыздықты сезінетін болсаңыз, қолдануға болмайды деген сөз. Асқазанда жарасы бар адамдарға оны ішуге мүлдем болмайды. Сусынды аш қарынға тамақтанудан 30 минут бұрын ішеді. Тәулігіне 2 рет ішуге болады. Таңертең және түскі уақытта, кешке ішуге болмайды. Себебі асқазан ішек жолдарының жұмысы бұзылып ауруға шалдықтыру ғажап емес. Сусынды қолдануды бастаған кезден дұрыс тамақтануды қадағалаңыз. Көбірек салмақ тастап сымбатты боласыз. Арықтауды қалайтын нәзік жандылар бұл тәсілді білуі керек. Бұл сусыннан сіз 3 күнде 3 келі, 2 аптада 10 келі тастайсыз. Дайындау тәсілі 1 стакан жылы суға 2 ас қасық сода қосып, кішкене қара шай мен бірнеше лимон тамшысын қосып ішу. Бұл тәсілді 3 литр банкіге бірден істеп 1 апта бойы ішеді. 2 күн бойы тұндырып қоясыз. Таңертең тамақтанудан алдында 30 минут бұрын 1 кеседен ішесіз. Бұл тәсіл бірінші тәсілге қарағанда өте ауыр болуы мүмкін. Қолданар алдында дәрігермен мұқият кеңесу керек. Үшінші тәсіл 3 күнде 5 келіге дейін салмақ тастауға көмегін тигізеді. Ол үшін 1 литр банкіні сумен толтырып 3 шай қасық ас содасын қосамыз. Үстінен жарты лимонды сығып 1 қасық қант қосамыз. 2 немесе 3 күнде тек қана 1 рет ішу керек. Себебі сусын бауыр жұмысына қатты әсер етеді. Арасына 3 күн салып 2 немесе 3 рет таңертең аш қарынға ішу керек. Алайда ас содасын пайдаланар алдында оның пайдасымен қатар зияны да бар екенін ұмытпаған жөн. Ұнтақ түрі сұйық түріндегі содаға қарағанда әсері өте күшті. Ұзақ уақыт терімен байланыста болса, тері тітіркенуі мүмкін.
Егер көзге тиіп кетсе, мұқият жуып тастаңыз. Ас содасының қасиетін асыра сілтемей, нені пайдалансақ та, оны қалай қайтып және қаншалықты қолдануға болатынын әбден біліп, маманның кеңесіне тікелей көңіл бөлген абзал. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Ақпарат пайдалы болса, туыстарыңызға таратыңыз. Каналға тіркеліп қолдау көрсетіңіз. Сіздер үшін жай ғана нәрсе, біз үшін үлкен мотивация.